Сарқан ауданында орман алқаптарын арттыру және көгалдандыру бағытында жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Осы бағыттағы маңызды нысандардың бірі Сарқан орман тұқымбағы. Қазіргі таңда онда жаңа көшеттерді отырғызу жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Толығырақ тілші сюжетінде. Тұқымбақтың аумағы жасыл желекке бай, арнайы қорғалатын аймақта орналасқан. Жалпы аумағы 29 гектар. Мұнда 15 түрлі ағаш көшеттері өсіріледі. Соның ішінде шырша, қарағай, емен, үйеңкі, долана сияқты түрлері бар. Қазіргі таңда мұнда шамамен 180 мың ағаш өсірілуде. Оның 80 мыңы егу бөлімінде, ал қалғаны баптау кезеңінде. Жыл сайын 15-17 мың көшет өсіріледі. Олар одан әрі Қазақстанның әртүрлі өңірлеріне жөнелтіледі. В нашем питомнике мы занимаемся. Сарқан орман тұқымбағында ең алдымен ағаш тұқымдары өсіріледі. Арнайы бөлінген аумақтарда тұқымдар жиналып, сапасына қарай іріктеледі де егу бөліміне отырғызылады. Көшеттер осы жерде өсіріліп, стандартты өлшемге жеткізіледі. Кейбір көшеттер орман алқаптарын отырғызу үшін жіберіледі. Біздің басты мақсатымыз сапалы көшеттер өсіру арқылы орман қорын көбейту. Таулы аймақтарда арнайы учаскелер бар. Мысалы, Жоңғар алатауының солтүстік бөлігінде алма ағаштарын отырғызу жұмыстары жүргізілуде. Бүгінде Сарқан орман тұқымбағы Жоңғар алатауындағы туристік бағыттардың біріне айналып, табиғатты танып білуге қызығушылық танытқан келушілерді тартуда. Мұнда демалушылар үшін танымдық экскурсиялар ұйымдастырылып, көшет өсіру әдісі таныстырылады. Табиғи орта мен жасыл желекке бай аумақ экологиялық білім алуға қолайлы орынға айналған. Қазіргі таңда біздің ұлттық табиғи парктың басты әлеуеті туристік инфрақұрылымды дамыту. Басты мәселеге алынып жатыр. Қазіргі таңда бізде 13 туристік маршрут пен экологиялық соқпақ орналасқан. Солардың бірі Сарқан орман тұқымбағы. Қазіргі таңда бізде жылдан жылға туристердің саны артып келе жатыр. Мысалға, ең бірінші турист жаңағы 30-40 адам келушіден бастаса, қазіргі таңда былтырғы жылы есептегенде 7000 туристен асты. Айта кетейік, көшет өсірумен қатар мұнда көгалдандыру жұмыстары да белсенді жүргізілуде. Мамандар әртүрлі экологиялық акцияларға қатысып, елді мекендерді көгалдандыруға үлес қосып келеді. Нұрай Базархан, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы.